Қайырлы күн достар, мына видеоның мән мақсаты сіздерге қосымша ақпарат, сақтану жолдарын үйрету болып табылады. Мені дұрыс түсініңіздер. Сіздерге ең маңызды нәрсе қазір ол алдымен оқшаулану, үйдегі ауырған адамды оқшаулау, мына қоршаған ортадан өзіңізді оқшаулау арқылы сіз өз-өзіңізді қорғай аласыз, жанұяңызды қорғай аласыз. Өз басыңызды, жанұяңызды қорғасаңыз, сіз уже отаныңызға, ауылыңызға, ауданыңызға көмегімді тигіздім деп есеп жасаңыз. Ең алдымен оқшауланасыз, екіншіден сыртқа шықсаңыз маска тағасыз. Үшіншіден оқшауланғаннан кейін үйдің ішінің гигиенасын сақтауға қыз-келіншектер көп көңіл бөлеміз. Ол үшін жүгіріп барып хлорды қолданбаңыздар. Масло чайного дерева деген май бар аптекада, соны алыңыз. Пол жууға сол майды тамшылатып қолданыңыз. Вирусқа қарсы әсері бар. Майды таппасаңыз тұзды қосып жуа беріңіз. Ең маңыздысы үйдегі шаң тозаңның көп болмауы және ол шаң тозаңға хлордың қосылып мына тыныс жолымызды тұншықтырмауы. Хлорға жүгірмеңіздер қыздар. Екінші бұл үйдің мәселесі, оқшауланған үйдің мәселесі. Үйде ауырған адамды Құдайдан қорқып, бұл адамнан ұялып, балаңыз болсын, басқа болсын, қорқудың қажеті жоқ. Оқшаулап, сүртінетін сүлгісін, қолданатын ыдыс-аяғын оқшаулаңызда, құнарлы тамақ ішіп, ем қабылдауына жағдай жасаңыз. Басқа жанұя мүшелерімен араласып кетпеу үшін қадағалаңыз. Бұл үйдегі жанұя мүшелеріне вирустың тарамауының алдын алуға көмектеседі. Содан кейінгі маңызды нәрсе, қазір мына садақа көбейіп жатыр. Енді садақаға бару міндетіміз мұсылман болған соң, бірақ дегенмен де оқшауланып, енді кеткен адам кетті, үйден шықпаңыздар, үлгермесеңіз жүзіне, болмаса жылына кіріп шығарсыңыз. Енді қазіргі жағдайда ең маңыздысы оқшауланып, өзіңізді, жанұяңызды сақтау болып отыр. Бұл ойыншық емес, баяғы ұятты, ыңғайсыздықты ойламаңыздар, өзіңізді сақтаңыз. Үйде оқшауландық, масканы кидік, енді қалай күтінеміз? Ең бұл жерде маңызды нәрсе сіздегі ағзаға түсетін судың көлемін қалыптастыру. Ересек адам 2 литр су ішу керек. Шама келгенше 2 литр су ішіңіз. Сізден су кіру керек, туалетке шығу керек, кіру керек, шығу керек. Бұл сіздің ағзаңызды, қаныңызды қозғалтып, қан айналымын жақсартады. Содан кейінгі мәселе қозғалыс. Пультті құшақтап, қалаулының алдында, сериалдың алдында жамбастап жатпаңыздар. Отырып тұрыңыз. Лучше қалаулым қосқанша музыка қосыңыз, ютубтан билеңіз, терлеңіз. Мына лимфа бездерін, қолтықтағы, шаптағы лимфа бездеріңіз терлеп бойдағы уды шығару керек. Сол кезде ғана сіз қан айналымыңызды реттеп тазартып отырасыз. Жамбастап жатпаңыздар, приседание жасаңыз. Шалқаңыздан жатып аяқ қолыңызды ербеңдетіңіз, мына лимфаларды сілкілеп. Болмаса отырып тұрыңыз, билеңіз. Ең маңыздысы қозғалысты қалыптастыру. Үшінші ұйқы мәселесі. Ұйқы мәселесі кешкі 11-ден қалмай ұйықтап қалуға тырысыңыз. Кешкі 9-да сотканы айырыңыз, 11-де телевизорды айырыңыз, төсекті салыңыз да ұйықтай қалыңыз. Бұл сіздің бойыңыздағы гормон росты дейді. Сосын екінші гормон мелатонин гормондарының бөлінуіне жақсы әсер етеді. Дұрыс ұйқы. Сол ұйқы арқылы да сіз иммунитетіңізді нығайта аласыз. Содан кейінгі мәселе ол тамақтану режимі. Тамақтану рационнан сұйық майды мүлдем алып тастаңыз, шедевр майларын түгел алып тастаңыз. Жейтін нанға ғана қолданыңыз деп айта аламын, басқа майды білмеймін енді. Малдың майын қолданыңыз, топленый май қолданыңыз, оливковый маслоны салатқа қолданыңыз, кокос майды тамаққа бәріне қолданыңыз, плюс ауыз қуысын шаюға қолданыңыз. Бұл құрамында антибактериалды әсері бар май біздің мына кілегей қабатымыздың қорғаныш қасиетін дамытады. Себебі вирус бізге мына кілегей, мұрынның кілегей, аузының кілегей арқылы келіп тұр. Жуыну мәселесі, таңертең ұйқыдан тұрып беті қолыңызды жуғаннан кейін мұрныңызды тұзды сумен шайыңыз. Болмаса манағы айтқан масло чайное деревоны қолданып суға салып, сол арқылы жуынуыңызға болады. Ауыз қуысыңызды шаюға болады. Болмаса мұрныңызға тұзды суды атыңыз, тұз көп болмасын, шамалы болсын. Сосын ауыз қуысыңызды оливковый май болсын, кокосовый май болсын, аузыңызға 5 минут ұстап, оливковый маслоны ақ көбік болғанша ұстап, тамағыңыз түгіл шайып түкіріп тастаңыз. Бұл сіздің мына кілегей қабатыңыз ауыз қуысындағы соның қорғаныш қасиетін дамытады. Енді тамақтану мәселесі. Сіздің тамақтанған кездегі ең сақтайтын мәселе дастарханнан секерді, вареньені, кураганы, медті, тәттілерді алып тастаңыз. Балаларға, келіншектер компот қайнатып беріңіздер, секер қатты көп болмасын. Мына холодильникке сұйық зат сақтамаңыз, шама келгенше. Компот, шуат енді сәл салқындап ішуге болады. Көп емес, салқын затты ішпеңіздер. Мына бадамша бездеріңіздің ісінуінің алдын алыңыз. Сіздің қорғаныш қасиетіңізге көмектесіңіз мына тамақта безге. Оның барлығына салқын затты ішіп ұра беретін болсаңыз, қорғаныш қасиеті төмендеп кетеді. Сондықтан да салқын сусынды холодильникке сақтамаңыздар. Машинаға кондерді қоспаңыздар шама келгенше.
сіз ешқайда қыдырмай шапқыламай жүретін болсаңыз, бізге олардың қажеті де шамалы. Душқа түсіп келіп кондердің астына ұйықтамаңыздар, сізге бұл бірден бір маңызды мәселе. Енді тамақтанудан мына сұйық майды алып тастадық, натуральный майды қостық, етті қолдандық, жұмыртқа, ет, сүт тағамдарын, сосын шөп тағамдарын көп қолданыңыздар. Сиыр болып кетпейсіз, ешкі болып кетпейсіз, шама келгенше шөптерді көп қолданыңыз. Себебі шөптер сіздің мына жан бастап жатқан кезде ішектеріңіздің жұмысын жақсартады. Сондықтан ішектің жұмысы жақсартса, сіздің иммунитетіңіз күшті болады. Ол да өзіндік маңызы бар нәрсе. Енді рационға не қосамыз? Омега қосасыз, таңертең D3 ішесіз, кальций ішіңіз, стрессті төмендету үшін магний ішіңіз жатарда, кальций мен магнийді түнде ішесіз де. Ішетін сұйықтығыңыз чайлардың құрамына келетін болса, ол жерде лимон чайға қосатын нәрсе, қалампыр чайға қосатын нәрсе, имбирь чайға қосатын нәрсе, дәмі ұнаса корица қосыңыз. Дегенмен сол ішетін сұйық шайларыңыз арқылы да сіздер өзіңіздің иммунитетіңізді нығайта аласыз, асқазанның соғын жақсарту арқылы. Тағы бір ескеретін нәрсе, ол анемия келіншектер. Егер қаныңызда анемия бар екенін, бұрыннан бар екенін білетін болсаңыз, анемияны жоюға жұмыс жасаңыз, өйткені анемия иммунитеттің төмендеуіне алып келеді. Тағы айтайын деп отырған нәрсем, аяғы ауыр келіншектер, өтініш босанған келіншектер, ешқайда қыдырмаңыздаршы, үйге шілдехана жасамаңыздаршы, құтты болсын айтып келген адамды кіргізбеңіздер. Болмайды. Қазіргі ахуалда сізде тек самосохранение, өзіңізді сақтау, бөпеңізді сақтау, жанұяңызды сақтау. Басқа нәрсе жоқ. Дүкенге жүгіріп барып сладкий соктарды алып бермеңіздер балаларға. Мына тәтті-пәттілердің заманын тоқтата тұрыңыз. Өйткені тәттінің бәрі иммунитетті төмендетеді. Мені дұрыс түсініңіздер. Қазіргі маңызды нәрсе гигиена, оқшаулану, қозғалыс, су ішу, иммунитетті көтеру. Басқа маңызды нәрсе жоқ. Давайте бірге болайық, дұғада болайық, қанымызды жөндейік, қозғалысты реттейік, оқшауланайық, су ішейік, қозғалысты күшейтейік. Осы қарапайым қағидаларды қосу арқылы күнделікті өмірімізге сіз өзіңіздің иммунитетіңізді жақсартасыз. Қаныңызды қайнатып қозғалтыңыз. Сол кезде ғана сізге өзіңізді қорғауға мүмкіндіктер көбейеді. Сау болыңыздар.